Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді болгар бұрышынан жасалатын тағам дайындайтын боламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ендеше тағамды жасауға кірісейік. Бізге болгар бұрышын жуып тазалап, осылай ортасын ғана алып тастауымыз қажет. Болгар бұрышымыз сынып кетпеуі керек. Содан соң тартылған ет және де жуып тазаланған күріш керек. Содан соң салмасына 2 пияз, ал қуыруға 1 пияз керек. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш және де томат керек болады. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін 2 пиязды аламыз да майда кубиктерге бөліп турап шығатын боламыз. Және де құрметті көрермендер, менің каналыма кірсеңіздер, плейлист бөлімінде әртүрлі видеоларымды біріктіріп қойғанмын. Мысалы, завтрак дейді, печенье, торттар, пирогтар деген секілді барлығын біріктіріп қойғанмын. Кіріп қарасаңыздар болады, сіздерге өте ыңғайлы деп ойлаймын. 1 пиязды сорпасына қосуға алып қоямыз да, жаңағы 2 пиязды салмасына қосуға алып қалдық қой, соны турап болғаннан соң үстіне күрішті, тартылған етті және де дәміне қарай тұз, бұрышты салып, және де еттеріңіз құрғақ болып қалса, кішкене су құйып жіберуге болады. Содан соң жақсылап тұрып қолымызбен араластырып шығатын боламыз. Міне бізде салмасы дайын. Енді болгар бұрыштарымызды аламыз да ортасына барлығын салып шығатын боламыз. Бірақ та ішіне тым толтырып салудың қажеті жоқ. Өйткені қазір біздің піскенде күрішіміз үлкейеді, сол кезде сырттан шығып кетуі мүмкін. Салып жатқанда ортасын саусағымызбен бір тесіп қоямыз да, сол тезі қалуы керек. Барлығын тура осылай салып шығатын боламыз. Осы тағамға болгар бұрышының қызыл түрін қолдансаңыздар өте дәмді болады. Ал жасыл түрін қолдансаңыздар кішкене сырты қышқылдау болып қалады. Ал қызыл түрі өте дәмді, саусақтарыңызды жалайсыздар деп те айтқым келеді, өте дәмді болады. Және де бұл біздің аулада өскен болгар бұрыштары. Үйдікі болған соң өте дәмді болды. Біз бұл тағамды гаупцы деп атаймыз. Сіздер қалай атайсыздар? Жазып кетіңіздер комментарий бөліміне. Міне болгар бұрыштарының ішіне барлығын салып шықтық салмасын. Енді қуыруға кірісеміз. Қазанымыздың ішіне азғантай май құямыз да, жаңағы 1 пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Негізінде сорпасына картоп салып пісірсеңіздер де болады, бірақ мен бүгін картоп салмаймын. Пиязымыз қызарған соң үстіне томатты салып, оны да жақсылап 1-2 минут қуырып жібереміз де. Содан соң үстіне болгар бұрыштарын тізіп, қатарма-қатар қойып шығатын боламыз. Міне осылай барлығын қойып шыққаннан соң үстіне су құятын боламыз. Біздің суымыз болгар бұрыштары батып тұратындай болуы керек. Содан соң оттың асты қатты тұру қажет. Осы біздің сорпамыз бір қайнауы керек. Бір қайнағаннан соң астын жай қоямыз да. Шамамен 45-1 сағаттай бұқтырылып тұруы керек. Бірақ оттың асты қатты болып тұрып қалмасын. Міне осымен біздің болгар бұрыштарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан, түрінен көрініп тұр. Бірақ кішкене жарылып кеткен, өйткені асты кішкене қатты тұрып қалыпты. Бірақ та мән бермейміз. Өйткені өте дәмді болған, дәмін айтатын болсақ.
Міне осылайша біздің тағамыз дайындалады, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте дәмді болып шығады. Дәмін көрсеңіздер, сіздер ғашық боласыздар деген ойдамын. Және де алдағы уақытта осындай рецепттер менен өте көп болады. Сол үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне қандай рецепттер күтесіздер, соны да жаза отырыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын.